Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Рима. Бүгін осындай керемет қамыры жұп-жұмсақ болып шығатын творожный пирог жасайтын боламыз. Тапсырысқа жасаймын десеңіздер де ойланбастан осы рецептпен жасап көріңіздер. Сізде өте керемет пирог болып шығатын болады. Бірге жасап көріңіздер. Алдымен мұнда мен қамырымен және де сармайымды салып алдым. Енді бұның үстіне біз қантымыз салып алатын боламыз. Және де бір дана жұмыртқамыз салып аламыз. Бір ас қасық қаймағымызды салып аламыз. Және де қопсысқамызды салып, барлығын жақсылап біріктіріп, қамырымызды илеп алатын боламыз. Өте жұмсақ, қолға илегіш болып келетін өте керемет қамыр бізде шығады. Міне біздің қамырымыз өте тез дайын болып қалды, өте жұмсақ. Енді бұны біз холодильникке сала тұрамыз және салмасын дайындайтын боламыз. Мұнда мен салмасына ірімшік, творог және де қаймағымызды салып аламыз. Міндетті түрде 20%-ық қаймақты қолданатын боламыз. Енді осы қаймағымыздың барлығын салып алғаннан кейін үстіне қантымыз салып және де кукурузный крахмалымызды салып алатын боламыз. Және де 3 дана жұмыртқамызды салып алатын боламыз. Барлығын жақсылап блендермен езіп алатын боламыз. Біріктіріп, бір келкі масса қылып жасап аламыз. Осылай барлығын жақсылап блендеріп аламыз. Біздің салмамыз дайын болды. Ендігі қамырымызды мен осындай 24 диаметр формада пісіремін. Сіз енді өзіңізде бар формамен пісірсеңіздер болады. Енді осы қамырымызды толықтай осы формамызға жайып шығатын боламыз. Бөлтектерін шығарып, өте керемет қамыр болып шығады, бізде жақсы жайылады. Дайындап алдық, енді астыңғы жақтан осылай шанышқымен осылай тесіп алатын боламыз. Енді мына салбамыздың барлығын толық құйып шығатын боламыз. Мына осылай барлығын құйып шықтық. Ендігі мен осылай пирогымыздың формасына әдемілеп келтіру үшін осылай шанышқымен жан-жағын осылай әдемілеп формасын шығарып алдым. Мына біздің пирогымыз дайын болды. Енді осыны 180 градуста 35 минутта пісіріп алатын боламыз. Мына біздің пирогымыз бәрі де дайын болды. Өте керемет болып шықты. Міндетті жасап көріңіздер. Бұл рецепттің толық нұсқасын мен осы видеоның астына описаниеге қалдыратын боламын. Сол жерден көре аласыздар. Және де поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Каналымыздың дамуына үлестеріңізді қоссаңыздар. Мына өте керемет болып шығады. Міндетті жасап көріңіздер. Сіздермен болған Рима. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де қоңыраушаны басып қойсаңыздар, келесі видеоны жіберіп алмас үшін. Алда көптеген видеолар болып тұрады. Баршаңызға да сәттілік.